Микрофон башы. Сәлеметсіздер ме, құрметті вебинарға қатысушы әріптестер, қонақтар. Бүгін міне біздер Жұбанов университетінде цифрлық апталық аясында ұйымдастырылып жатырған Smart Жұбанов университеті жобасы жүзеге асырылуы және болашағы атты вебинардың екінші күнінде кездесіп отырмыз. Келесі. Бүгінгі күннің жоспарланған баяндаулары бойынша 4 баяндамашы болады. Осы баяндамашыларды тыңдай отыра, ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп, немесе ойларыңызды мазалап жүрген сұрақтарыңызды қойып, жасауға болады. Жалпы цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында Жұбанов университеті 2018 жылдан бастап Smart Жұбанов университеті деген жобаны іске асырып келе жатыр. Бұл жоба жан-жақты қамтылған бірнеше бағытта жүрілетін жұмыстарды біріктірген жоба. Вебинарымыздың бірінші күнінде біз оқу процесінің цифрлануы және ғылыми зерттеу процестерінің цифрлануы туралы айтсақ, сонымен бірге жалпы бұл процестердің қаншалықты жүзеге асып жатқаны туралы айтатын болсақ, қазіргі таңда бүгінгі қозғалатын негізгі тақырыбымыз тәрбие жұмысының қалай ұйымдастырылып жатқаны, жалпы электронды құжат айналым, IT құрылымдар қалай бізде дамып келе жатыр және ең бір өзекті мәселе бұл цифрлы кітапхана. Сондықтан да бүгінгі баяндамашылар тыңдай отырып, бірінші сол кісілерді тыңдап алғаннан кейін барып, сұрақтарымызды қойып, пікірталас жасауға болады. Сондықтан қазір сіздерден өтінерім, өздеріңіздің микрофондарыңызды өшіріп, мына баяндамашы жасаушыларға кедергі келтірмеулеріңізді сұраймын. Жалпы бұл вебинар, жалпы Smart Жұбанов университеті жобасы біздің бизнес әріптесіміз Астананың тұрақты дамуы кәсіпорнымен бірге, біздің бизнес әріптесіміз Архат Кадырбекович бастаған әріптестерімізбен бірге жүзеге асырылып отыр. Бүгінгі вебинардың модераторы мен және әріптесім Архат Кадырбекович сіздердің араларыңызда қатысып отыр. Сондықтан да алғашқы сөзді әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты департаментінің директоры Қарлығаш Тұратайқызына IT – это как фактор повышения эффективности социально-воспитательной работы университета тақырыбымен ұсынғым келіп отыр. Сөз сізде, Қарлығаш Тұратайқызы. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгінгі күні цифровизация апталығында бұнымен жұмыс аяқталмағанмен, бірақ осы апталықтың соңы барлығыңызға сәттілік тілеймін. Енді біз тәжірибемен алмасу аясында жасалып жатқан жұмыстарды назарларыңызға ұсынамыз. Уважаемые коллеги, рады представить вам нашу совместную работу. Вот Алтынша Шуповна уже отметила, что есть такие успешные проекты, которые мы реализуем совместно с нашими коллегами университета Жұбанова и совместно с Центром устойчивого развития города Астаны. Вашему вниманию мы хотим представить свою работу. Так, я хочу включить демонстрацию и начать с первого блока. Ну, видно же, да, все? Да. IT как фактор повышения эффективности социально-воспитательной работы. Но в целом, конечно, нужно сказать, что сейчас глобальные тренды и изменчивость мира, в принципе, привело к тому, что сейчас изменение людей, изменение поведения людей, они от обычного, что было, допустим, к примеру, даже 3 года назад, это сейчас несоизмеримо. То есть сейчас мы все всегда в онлайне, то есть нет понятия, что мы просто выключаем мобильное устройство, когда нужно быть всегда в доступе, и, соответственно, изменчивость мира повлекло к тому, что мы все сейчас, как бы сказать, в симбиозе, очень хорошо сотрудничаем, но как раз-таки уже в социальных сетях больше. И появление новых технологий, меняющих привычные модели, это как элементарный процесс для нас всех, и для моих коллег тоже. И здесь демографические изменения, конечно, здесь нацелено на то, что
поколение Z, оно как бы представляет то, что мы сейчас должны менять абсолютно мир и новые профессии, и даже те, которые существующие профессии, мы должны к ним какие-то изменения вносить. Ну и здесь, конечно, просто преамбула, да, другому поколению, другое образование. Ясное дело, что здесь для наших студентов, которые имеют клиповое мышление, и которые одним кликом там, могут окунуться в мир иной, абсолютно, как бы сказать, онлайн-реальности, то для них нету понятия виртуальный мир или тот мир, который, там, допустим, вот мы тет-а-тет видимся. Это для них стало каким-то одним миром, и абсолютно нету такого понятия. Но конечно, здесь необходима трансформация образования и роль преподавателя, над чем сейчас вообще университет работает. И вот в первый день мы увидели огромную работу и академического блока, и научного блока. Далее, значит, естественно, есть такая система образования, сейчас задается нам такие вопросы, кого мы должны учить, чему и так далее, вообще у кого спросить, как учить это поколение Z. И в нашей связи, в связи воспитательной работы, ну, образование и воспитание, оно нераздельно идет, но если мы будем показывать ту работу совместную, которую мы идем, то я бы хотела обратить на эти направления. Системизация работы кураторов. Я думаю, ни для кого не секрет, что сейчас работа кураторов, они самые крутые люди, в принципе, да, если они понимают это, те, которые имеют очень тесный контакт со студентами. Каждый день видят своих там 50-60 студентов, 25 студентов, допустим, и с ними каждый день контактируют, что онлайне, что в офлайне. Социальный паспорт студентов. Конечно, это не школа, да, создавать социальный паспорт, но университет, я изначально вот забыла отметить, что у нас идет такая студентоориентированность, мы больше ориентированы на студентов, что они хотят. И поэтому при студентоориентированности социальное положение, кого вообще мы учим, кто он, да, это мальчик или девочка, к примеру, совершеннолетний или нет. То есть вот такие социальные положения, не говоря уже откуда, может это вообще иностранец, вот такие вещи мы должны понимать и в основном опираться, когда мы создаем свои образовательные программы, мы опираемся на вот такие моменты, да. И повышение студенческой активности, конечно, в онлайне повышение студенческой активности, оно очень, как бы сказать, трудно идет. Не скажу, что плохо, да, все в социальных сетях, в Инстаграме и так далее, но видеть это одним кликом и создавать электронную базу и сказать, кому что нравится, это очень такой определенно трудный вопрос, но на него мы тоже нашли ответ. И, конечно, самым ключевым, наверное, здесь, во всей цифровизации, это является формирование добропорядочности, потому что это открытость, доступность, и каждый может посмотреть, в принципе, что творится. Это справочно я вам даю, что у нас сейчас 8 факультетов, высший колледж, 8 сенаторов и 15 студенческих организаций. Но, конечно, нужно отметить, что сейчас мы имеем 37% активности. Конечно, в связи с пандемией у нас есть какие-то барьеры, возможно, где-то. Мне кажется, это во всем мире. Но у нас такая амбициозная цель есть в будущем выйти на такие уровень 50%. Конечно, я думаю, что это совместно с моими коллегами получится. Далее платформы. На какие платформы мы опираемся? Здесь, конечно, в первую очередь это сайт университета, это визитная карточка. Я думаю, моя коллега Жанат Избасаровна об этом уже полностью скажет, но я бы хотела обратить внимание на, вот как раз-таки мы в сайте сейчас посмотреть, здесь, что можно состав КДМа посмотреть, и если раньше мы собирали протокола, да, если мы проводили мероприятия, и фотографии приходилось все это в папочке собирать, видеоматериалы в дисках собирать, то сейчас иная форма, в принципе, ни для кого не секрет, наверное, но я все-таки хотела бы обратить ваше внимание, что кликнув на сайте на фото, вы окажетесь в ВК-контакте нашего профайла Аргу Жубанова, где у нас есть 75 альбомов и более 18 тысяч фотографий. То есть это уже говорит о том, что все мероприятия доступны, и вы видите количество 378 фотографий в одном альбоме, 200. То есть это доступно для каждого куратора, для каждого студента, который захочет увидеть и поставить у себя в профиль. То, что сейчас очень модно, в принципе. Далее хочется отметить, что мы можем таким же кликом посмотреть видео наших студентов, то есть это плейлисты, это очень легко загружается, и, в принципе, оно тоже доступно, мероприятие, которое мы как бы стараемся отправлять в YouTube-канал, чтобы все могли его видеть, тем более в онлайне.
Далее идет новостной вариант. Здесь все наши новости. Вот недавно только у нас проходили мероприятия. Это все можно увидеть, к примеру, на нашем сайте. Благодаря медиацентру, в принципе, это быстро обновляется, и мы, в принципе, быстро это публикуется. Дальше идет регистрация на мероприятие, но, в принципе, это как бы понятно. Достижения. Сколько же у нас лучших студентов в университете можно увидеть на нашем сайте. В этом году сколько они прям по годам мы, в принципе, можем увидеть. Помимо этого, значит, мы можем видеть не только, скажем так, лучших студентов, мы можем видеть наш кампус, студенческий парламент, самоуправление, где есть у нас сенат, там есть у нас и мажилис, то есть это, но это все у нас идет таким информативного характера, чтобы знать, кто, что, когда и так далее, что проходило. А вот в целом, как на него регистрироваться, это уже отдельный вопрос, и сейчас в своем выступлении буду останавливаться. Вот такие вот по нашему сайту, в принципе, я как бы старалась вам быстренько показать, в принципе, вы можете сами это увидеть. Ссылочка вот как раз-таки здесь показана. По универсистеме. Универ-программа, она улучшает нам огромную работу. Здесь, конечно, хочется вот полностью остановиться на ней чуть позже. Мобильное приложение Smart Arsu, это вот как раз-таки мы говорили, Миша Повна упоминала, что Центром устойчивого развития города Астаны совместно делает, у нас уже как бы реализуется такая программа мобильного приложения Smart Arsu. Но единственное, здесь нужно отметить, что по нашей части там есть 2 крутых модуля, которые имеют как бы очень такие хорошие фишки для того, чтобы быстро оказаться на том месте, где необходимо. Это и студенческий парламент, и это регистрация в дома студентов. Хочу остановиться на проектах. Да? Проектов очень много, но почему проактив Академии молодежных хаб-активности? Почему мы называли хаб? Потому что это организация, студенческая организация, наши молодые КДМщики придумали Welcome to Жубанов, это проект их, Проактив Академия совместно с Востау Медиа. У нас есть медиацентр, думаю, тоже моя коллега об этом будет говорить, были реализованы такие-то проекты. Но самое интересное, что я хочу сказать, прям сегодня свежая новость такая, что Академия Проактив, которая работала в онлайне, и один из первых его проектов, можно сказать, это был проект онлайн-школа волонтеров, в котором мы с января месяца пытаемся обучать всех и пытаемся как-то привить знания, вообще кто такой волонтер, не только тот, который носит пакеты, допустим, людям и так далее. Но в это не буду углубляться, скажу только одно, что такая свежая новость, что на сегодняшний день онлайн-школа волонтеров, она выиграла проект, областной проект, лучший онлайн-проектом, и на днях будет награждение, на что вы можете поаплодировать нам. И мы хотим отметить Нурбека. Почему Нурбека? Потому что он первый студент, который, ну, как бы первый выпускник школы волонтеров, которая проходилась еще в период пандемии, да, и он за год показал свою отличную работу, показал, что он самый крутой волонтер, он собрал огромное количество людей рядом с собой, во время пандемии он оказывал волонтерскую помощь, за что был награжден медалью Халк Алгысы. И я хочу отметить Софию Айгерим, лучшая волонтерская организация по направлению Таза Алем, это эко-волонтеры, которые тоже вот прям сегодня вот сказали, что она оказалась лучшей волонтерской организацией в области, которая занималась именно экологическим направлением. Тоже как бы такие плюсы имеет эти проекты, хотя это тоже было в онлайн. Welcome to Ахтубе, это Welcome to Жубанов, все-таки про Ахтубе, да, тоже хочется сказать. И, значит, Welcome to Жубанов, это такой тоже яркий проект, потому что данный проект показывает свою работу и в платформе Яндекс, и в Гугле. Давайте я вам покажу его ссылочку, и вы можете, в принципе, увидеть на самом деле, что это такое. Вот такой плейлист, в принципе, плейлист, он, скажем так, аудио, и вы можете его прослушать, ну, наверное, все знают, что такое подкасты, да, и если нет, то, допустим, в этом у нас в приложении Play Market, App Store можно подкасты скачать, и можно его слушать везде. Допустим, пока вы едете домой, в машине, или там, не знаю, когда вы отдыхаете, вы можете прослушать нужные форматы. И здесь мы как раз-таки, данный проект оказал очень хороший результат для студентов. И здесь мы показываем интересные, скажем так, проекты.
Но здесь скоро мы начнем проект «Улттук Руханият» в данном подкасте, где мы будем рассказывать по данной тематике. И помимо этого мы бы хотели... Вот я могу вам озвучить сейчас вот такого формата. Қайырлы күн достар, welcome to Жұбанов жобасы. Сіздермен бірге Нарқоза, Райбек және де біздің қонағымыз. Бүгінгі біздің қонағымыз достар, барлықтарыңызға сәлем. Білім беру процесін ұйымдастыру департаментінің директоры Бешекен Сабырғали Кәрібайұлы. Сабырғали Кәрібайұлы, қайырлы күн, қош келдіңіз біздің подкастымызға. Қайырлы күн. Алғашқы біздің сұрағымыз, енді білім беру процесс ұйымдастыру департамент неме? Ну вот, если хотите, в принципе, до конца все послушать, вы можете в подкаст зайти и послушать Сабырғали Агая. Он 40 минут рассказывает, как нужно вообще учиться, что такое GPA, кто такой декан, и очень много там наводящих вопросов, и, в принципе, такой стильный текст. И таких, в принципе, у нас еще ожидается, у нас здесь несколько подкастов, и в дальнейшем эта работа будет продолжаться. В принципе, мы приглашаем в гости в подкаст. Я думаю, такой проект, он реально, как бы сказать, для студентов очень важен, потому что мы получили реальные отзывы об этой программе, потому что каждый проект, он должен быть обратная связь. Ну и дальше, значит, этот Welcome to Ахтубе – это совместный проект Проактив Академии и Бастау Медиа. У нас есть Бастау Медиа Центр, в котором ребята записывают такие крутые подкасты. Дальше социальный хакатон. Да? Здесь тоже хочется отметить, что платформы направления Zoom, Telegram, Google Meet очень, как бы сказать, для студентов очень как бы полезен, и он быстрый. Ну, WhatsApp, понятно, да? Мы совместно с областным управлением молодежи проводили хакатон, и далее, вот, кто, в принципе, показал лучшие результаты, они в дальнейшем выиграли хорошие гранты. Они через Дому фонд, как стартаперы выигрывали. То есть там тоже есть свои результаты. Помимо этого, хочется остановиться на платформе Zoom, опять-таки Telegram Meet, это психология здоровья. То есть я не хочу говорить о проектах, я хочу сказать, что несмотря на этот, мы как бы эту работу продолжаем, уже в таких вот успешно применяем вот такие практики. Это совместная работа нашего факультета педагогики и совместная работа Академии госуправления. Психологи работают по данной тематике и, как бы сказать, ведут консультации. И очень здорово, что сейчас это для студентов очень важно. Вот такие как раз-таки наши бастауцы, которые внедряют проект подкастов. И помимо этого они снимают очень интересные, необходимые ролики. Далее я бы хотела остановиться, в принципе, я проекты свои сказала, очень много проектов еще, не буду на этом заостревать внимание, но я хочу сказать, какие документы и услуги мы цифровали вообще, что это было. Первое, я хочу отметить, что журнал кураторов и адвайзеров. В принципе, все, кто работает в ВУЗе, знают, что есть такой журнал. Он состоит из более 20 страниц. Если сейчас мы имеем более 300, если сказать конкретно, 305 кураторов в университете и 21 лист умножаете, и получится у вас огромная бумажная волокита. Вот из чего состоит содержание журнала, из 10 пунктов. И, в принципе, когда мы просмотрели, мы поняли, что это все можно, в принципе, увидеть. Негатив мы показываем, что эта информация не обновляется. Эту бумажку, то есть этот журнал постоянно надо ходить с собой, и если нужно будет что-то узнать о студенте, нужно туда заглянуть. Это все такой какой-то негатив и постоянная, как бы сказать, необходимость с собой его носить, показывать, отчеты писать внутри. А сейчас мы его поменяли в формат универа, и все стало очень ясно. Здесь идет обмен опытом онлайн, быстро, легко можно увидеть. Кураторские часы, электронная база мероприятий уже внутри есть, то есть краткая информация, что было проведено. То есть это оптимизирует работу замдеканов и кураторов-эдвайзера. Социальный статус студентов, почему я внутри тоже показываю, потому что это тоже очень большая работа, поскольку, например, раньше мы просили, да, год назад, наверное, да, мы просили, чтобы нам дали, сколько у вас несовершеннолетних студентов, и там каждый считал, да, сколько у него там несовершеннолетних, или же сколько у вас там студентов с Кызылорды, разная информация необходима, да, к примеру, то сейчас это все можно в универе посмотреть. Я бы хотела бы сейчас, Алтынша Шуповна, если вы разрешите, включить содокладчика, показать показательно, как
как куратор работает с этим. Райбека, пожалуйста, Райбек, я снимаю свою демонстрацию. Хорошо. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті қонақтар. Барлықтарыңызды көргеніңізге қуаныштымыз. Енді бірыңғай позитивке келетін болсақ, бүгінгі күні куратор журналы қалай толтырылады? Демонстрация көрініп тұр ма? Позитивті айтатын болсақ, мен міне универ жүйесіне кірем, өзімнің аккаунтыммен бірден кураторские мероприятия. Бұл жерде біріншісі онлайн мен тәжірибе алмасу. Сәйкесінше басқа маған дейінгі кураторлардың қандай іс-шаралар жүргізіп жатыр, ол іс-шараларды қандай форматта беріліп жатыр, мазмұны қалай болып жатқандығын мен таныса аламын. Сәйкесінше университеттегі барлық кураторлардың жұмыстарын бір-бірімізбен онлайн түрде көре аламыз. Одан кейін куратор сағат өткеннен кейін мен оны тақырыбын жазамын, мына жерде байқап тұрғандай. Одан кейін мақсатын өтілген күнін және де сақтаймын. Ол сақтағаннан кейін барлықтары жаңағы сіздерге ең басында көрсеткен базаға өтеді. Менің студенттерім деген бөлімде мен әрбір студенттің мысалға алатын болсақ, журнал посещаемыз және успеваемыз. Қай күні сабақта бар, қандай бағалар алып жатқандығын онлайн байқай аламын. Және де барлықтарының бүгінгі күні қандай жағдайда телефондары қандай, ата-аналармен байланысқандай, қандай жетістіктері бар дегеннің барлығын осылай көре аламын. Бір сөзбен айтқан кезде, қалтадағы студенттердің дерек базасы, қалтадағы мүмкіндігінше былай қалғанда онлайн тәжірибемен алмасу, осылай қысқаша айтуға болады. Еще, Райбек, здесь нужно отметить, да, что мы можем базу взять, да? Его, допустим, базу взять и где надо его распечатать в Excel варианте. Кез келген уақытта өте қажетті ақпаратты аламыз. Мысалға 18-ге толған азаматтарды, одан үлкен азаматтарды, студенттерді, және де грантта оқитын, ақылыда оқитын барлықтарын онлайн түрде бір-бір кнопкамен, кликпен кез келген уақытта смартфон арқылы кіру арқылы да сұраған уақытта 24 сағат бойы жұмыс жасап, және де жеңіл, оңтайлы жіберуге болады. Рахмет, Райбек. Ары қарай жалғастырамыз. Және мен жаңа әріптесім айтқандай, ол куратор педагогика факультетінен жас маман өзінің жаңағы тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Онлайн обмен, это действительно такая вот очень классная работа, где мы можем увидеть внутри, как вообще, и в принципе это отслеживать очень легко, как для декана, как замдекана, увидеть, когда он провел, что там он написал, и там есть конкретное описание, то есть все можно видеть. Помимо этого, здесь необходимо сказать, что мы просто можем оттуда выборку взять. То есть не спрашивая у куратора или же у замдекана, мы можем выборку взять и видеть сами этот процесс. То есть здесь нет необходимости запрашивать информацию. И это как раз-таки не ведет к бумажной волоките. И это очень радует нас на сегодняшний день. Не скажу, что нет барьеров в этих позитивах, не скажу, что так все легко идет, но тем не менее мы стараемся сделать его по максимуму. И что касается и социального паспорта студента, который сейчас не требует бумаги и не требуется от факультетов, когда мы видим общую выборку. То есть я могу распечатать всю выборку, распечатать каждого куратора, посмотреть, то есть это очень легко. Далее модуль направлений студенческого самоуправления. Это тоже, раньше, например, вы знаете, что когда выбирается студенческая организация, к примеру, да, Заман БСДК, к примеру, дебатный клуб, то к нему должно быть положение, к нему должен быть анкеты, заявки на участие в этом клубе, то есть огромная кипа бумаг. Сейчас мы его сделали более легким вариантом, я сейчас подробнее о нем остановлюсь. Заселение в общежитие то же самое. То есть я попробую показать вам по приложению SmartArsu. Здесь, видите, да, вот это наше приложение SmartArsu, в нем мы можем посмотреть услуги. Ой. Так, все, отлично. Значит, здесь вот эти два модуля, онлайн-заявка на общежитие и студенческий парламент, это два таких модуля, которые улучшают жизнь на самом деле. Я как раз-таки говорила о студенческом парламенте. Скажем так, студенческий парламент, он состоит из двух палат и сенат, мажилис. То есть сенат, это в каждом факультете есть свои сенаторы, определенные лица, которые отвечают за своих студентов. И здесь мы можем в сенате увидеть, к примеру, весь студенческий парламент. К примеру, возьмем факультет педагогики.
кто Роза является его сенатором. Если я хочу вступить сюда, вот сейчас вы видите, что... Сейчас вы видите, что 170 участников в этой организации есть уже, один у них проект уже реализуется. Значит, если я хочу вступить, я просто пишу «вступить». Ваша успешка заявлена, значит, стало 171. Вы видите, что я могу то же самое кликнуть на участие в их проекте, и я в проекте уже есть. Что это дает? Мне, как администратору, я могу взять выборку этих, допустим, 170 человек и увидеть их каждого отдельности. Я могу увидеть их фильтром, взять, допустим, из них девочек, фильтром взять мальчиков. То есть 171 – это готовая электронная база, кто туда входит и какие проекты они реализуют. То есть это очень здорово, что помогает нам работать. К примеру, факультет экономики, то же самое. То есть, когда вступаешь, ты видишь уже, вот, допустим, я вступаю, у меня стало 115 человек, участников, которые в этой организации уже есть. И есть свои проекты, к примеру. Помимо этого, есть студенческий парламент, те 15 организаций, которые я вам говорила, вот они здесь. Это, допустим, Санал-Урпак. Я хочу войти в эту организацию, значит, 65 человек участников сейчас у них есть. Какие у них права, обязанности уже прописаны, проекты тоже есть. То есть в этот проект Жубанов Парасатл Курдаш я могу вступить, а далее они уже мне пуш-уведомлением придет, что я зачислена в эту организацию и какие дальнейшие действия будут. То есть если же будут какие-то мероприятия конкретные по данной организации, то эти мероприятия тоже будут приходить как пуш-уведомления. Вот такая вот крутая новиночка, мы ее вот недавно только, скажем так, уже недели-две опробируем, и, в принципе, она уже доступна на Smart Arsu, мобильном приложении, как модуль «Студенческий парламент». То же самое, допустим, ансамбль добристов Ахжилен, да, то же самое может увидеть проект, вот, Даурена увидеть и, в принципе, вступить в эту организацию. Поэтому вот такой, в принципе, небольшой опыт. Теперь я бы хотела показать онлайн-зачисление в общежитие. Это тоже такой хороший проект. Я сейчас захожу от имени студента физико-математического факультета, поэтому мне появляется дом студентов 2. Так как у нас к каждому факультету привязан конкретный дом, а домов у нас 4 домов студентов, и мы имеем 2500 мест. Мощность данных 4 домов студентов. Я выбираю этаж, к примеру, да, 3-й этаж, и мне здесь показывается конкретно, какие свободные места есть на сегодняшний день. И я здесь, в принципе, могу увидеть, вот, к примеру, синенький. Я туда нажимаю, кликаю, к примеру, и мне говорят, вы выбрали кровать 316. И, в принципе, это все можно будет увидеть, как даже самое интересное здесь, скажем так, что здесь выбирается этаж, комната, каждый этот свободный выбирается, и на сегодняшний день 1720 студентов у нас уже заселены. И здесь видите, да, почему я указываю гость, студент, да, потому что первый курс заходит как гость, регистрируется, а остальные студенты, 2-й, 3-й, 4-й курс, как студенты регистрируются. И такая крутая возможность, это трекинг, то есть можно в реальном времени видеть, где твоя заявка и где она вообще находится на сегодняшний день. То есть для первокурсников мы разработали данную программу, чтобы, ну, вот данное видео, чтобы студенты могли, в принципе, регистрироваться. Здесь в онлайн-формате мы показываем, как регистрироваться, как заселиться. Вот видите, да, то есть показывают здесь на лицо, это в YouTube-канале нашем уже стоит, и посредством этого, и посредством хорошей сплоченной работы совместно с Центром устойчивого развития мы на начало учебного года уже заселили более 1700 студентов. Это тоже отрадно, что не надо иметь никаких документов, вот вы видите, здесь категории заполняются, и прикрепляются файлы. То есть там открывается камера, и просто свою справочку ребенок, сидя дома, может сфотографировать, и прикрепить и отправить. И тут ему приходит, что вы успешно заселены, или же ваша заявка принята, и пуш-уведомлением, в принципе, потом можно видеть. Мои заявления в разделе «Онлайн-заявка на общежитие» вы увидите статус зарегистрирован. Теперь вам осталось дождаться решения.
Спасибо за внимание. Решение дается очень быстро, так как это не занимает огромного количества времени. Вот такие, в принципе, два формата, о которых я хотела вам рассказать. Помимо этого, у нас есть формат перевод документов департамента в формат Google диска. Это очень, как бы сказать, для нас облегчило работу, так как, допустим, находясь в другом здании, я могу открыть любой компьютер, который мне нужно, открыть любую папочку и просто с ней работать. Это можно и дистанционно, то есть не надо к своему компьютеру иметь доступ, имеется в виду приходить и открывать свой компьютер. Да? К примеру, днем мы работаем, вечером, если нам нужно какую-то служебку, что-то изменить, к примеру, то в этом случае, то в этом случае мы можем, значит, увидеть, как бы сказать, увидеть, что у нас творится. Так, я хотела вам конкретнее сейчас показать свою, допустим, свой компьютер и посмотреть, сделать какие-то наработки. К примеру, вот таким образом. Сейчас я открываю наш Google Drive и показываю компьютеры, которые сейчас имеются. К примеру, Айгуль Сексенный компьютер, там есть загружены все проходящие мероприятия, и вот они, в принципе, их можно в реальном времени скачать, посмотреть и так далее. То есть это такая очень хорошая практика для нас стала. К примеру, это моя папочка, где есть все планы и все работы. Это тоже как бы улучшает нашу работу и дает возможность такого реального доступа. И можно через телефон просто скачивать, обрабатывать и работать. Это тоже улучшает работу. Ну, это то, что мы для себя сделали лучше. Я просто делюсь своими наработками. Это Извиняюсь. Последнее у меня. Ага, хорошо. Последний этот у меня это социологические исследования. Алтынжа Шолповна, вот прям минуточку. Социологические исследования мы проводим через Google Form, Сирвио. Это тоже очень такой интересный формат, когда как раз-таки сейчас у нас проходит полностью социальные исследования среди всех студентов. Это тоже дает какие-то ценные нам возможности работать далее. И университетские наши алюмиттік желілеріміз, вы видите, что у нас социальные сети работают, Instagram-канал, YouTube-канал, Facebook. И можем мы сказать, что данные все-таки среди всех социальных сетей топовым является все-таки Инстаграм. И туда в Директ у нас за год, к примеру, мы просто как бы посчитали, и 2700 обращений в год среди студентов у нас бывает. Нас отмечает более 5000 людей. Но и, конечно, сейчас у нас имеется более 3000 актуальных публикаций, не считая тот наш архив. Вот такая примерно в примере работа ведется. В принципе, хочу закончить и сказать, что мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идти. И наш университет, в принципе, знает, куда идет. Я думаю, что это только будут как бы начальные этапы, и в будущем у нас будет еще лучше, больше проектов. Спасибо за внимание. Спасибо, Қарлығаш Төлеутайқызы. Өте көп жұмыс атқарылған, енді түсініп отырмын, бірақ бізде де уақыт бар, сондықтан тағы да кешірім сұраймын ойыңызды бөлгеніме. Дегенмен де, құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болатын болса, қазір вебинардың соңында қояйық деп мен ұсыныс түсіріп отырмын. Сондықтан да келесі әріптер, Қарлығаш Төлеутайқызына сіздерге мен сәттілік тілей отыра, келесі сөзді өзімнің әріптесіме бергім келіп отырып, бәріңізге белгілі. Бірінші күнгі вебинарда да айтылды, жаңа да айтылды, бізде электронды құжат айналым жолға қойылған. Қазіргі жағдайда электронды құжат айналымның жағдайы іске асырылу туралы келесі әріптестеріме сөз бергім келіп отыр. Яғни қызметкерлерді басқару және құжат айналым қызметінің басшысы Лаура Советқызы Есенәлінаға және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының директоры Нұргүл Нұрметовна Жантуринаға. Әріптестер, сөз өздеріңізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің вебинардың тақырыбы, яғни университетте электронды құжат айналымын жүзеге асыру туралы айтсақ, қазіргі уақытта барлық құрылымдар адресаттар арқылы электронды құжаттарды алуға, оны қайта бағыттауға, орындалуын бақылауға, сұраныстар тарихын сақтауға мүмкіндік ала алады. Қазіргі уақытта қызметкерлердің жеке корпоративтік почталары, яғни осы біздің бағдарламада ресми байланыс арнасы болып табылады. Bittrex 24 программасы арқылы барлық электронды құжат айналым, бизнес-процестер, келіссөздер, хабарлама алмасу жүргізіледі. Осы аталған бағдарламада құрылым қызметкерлері
кіріс, шығыс, қызметтік хаттар, өтініштерді электронды түрде белгіленген тәртіппен жүзеге асыра алады. Енді мен сіздерге осы Bittrex 24 бағдарламасында кіріс құжатын қалай рәсімдеу керек екенін көрсетейін. Біздің өзіміздің, яғни әр қызметкердің өзінің жеке логин мен паролі болады. Сол логин мен парольмен кіріп, яғни Bittrex 24-ке кірген кезде терезе ашылады. Яғни бизнес процесі. Қазір кіріс құжатын біз рәсімдейміз. Яғни осы терезеде бизнес процесі бөлімінде процессы ленте деген бар. Осыны басқанда бізде яғни терезе ашылады. Осы терезені ашылғанда осының ішінде ішкі құжаттар, яғни қызметкерлер осы ішкі құжаттар арқылы өздерінің өтініштерін мамандар өздерінің басшыларына жіберуіне болады. Қызметтік хаттар, рапорттар, тағы басқа қандай құжаттар осы внутренний документ арқылы ашылады. Мен сіздерге қазір входящий документ жайлы айтайын, кіріс құжаттары туралы. Яғни кіріс құжаттары батырмасын басамыз. Неге істемей қалып жатыр? Міне, кіріс құжаттары батырмасы, яғни біз қазіргі уақытта кіріс құжаттарын тіркеп отырмыз. Яғни жаңадан келген құжат бойынша біз мына жерде добавить дегенді басамыз. Яғни жаңа кіріс құжатын ету үшін добавить дегенде мынандай терезе ашылады. Яғни бұның ішінде кіріс құжаттарын осы терезеде қандай құжаттың мазмұнын қандай түрде келгенін, ол электронды ма, қағазды ма, курьермен, сосын қай жерден келгенін, қай адамға бағытталатынын, қай адамға берілетінін, және исходящий номері, датасы, хаттың авторы, оның жауаптысы туралы ақпарат сұрайды. Осының барлығын толтырғаннан кейін біз сохранить дегенді басамыз. Бұл сохранитті басқанда автоматты түрде басшыға барады. Бірінші басшыға барғаннан кейін басшы өзінікін жаңағы хатты алғаннан кейін құжатпен танысып, басшыға барған туралы, яғни бізге көрінбейді, оны біз өзіміз жаңа басшыдан алынған хатты алып отырып, басшыға барады. Басшы барғаннан кейін өзінің бизнес процесі дегенде осы құжатты таңдап алып, яғни басшы хатпен танысады. Хатпен танысқаннан кейін оның шешімін қабылдап, яғни жауапты проректорге жібереді. Біз бұл жерде Бауыржан Амангелдиевичтің Рахма Агибаевичті таңдап, яғни жауапты проректорды басып, отправитті басады. Содан кейін жауапты проректор қабылдап, жауапты енді ол да хатпен танысады. Хатпен танысқаннан кейін ол кісі егерде өзі шешетін сұрақ болса, өзі шешіп, сол жерде орындайды. А егерде оған жауапты құрылым болса, сол құрылымға жаңағыдай біз тіркегенде қылып тіркеп жібереді. Осымен сол сияқты осылай шығыс, кіріс, тағы да өтініштердің барлығы өз сатысымен осылай орындалады. Келесі мен өзім сөзімді жалғастыратын Нұргүл Ахметқызына беріп жіберейін. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біздер негізгі құжат айналымды, цифрландырылған құжат айналымды негізгі 4 пункт бойынша баяндаймыз. Біріншісі білім үрдісіндегі құжат айналым, сосын қабылдау құжаттары, халықаралық сертификаттарды растау, сосын Turnitin бағдарламасы туралы айта кетеміз. Енді бізде Smart Arsu мобильдік қосымшасы арқылы негізгі мүмкін қолжетімді сервистер бұлар оқудан шығу, ауысу, деректерді ауыстыру, яғни тегін ауыстыру. Ол үшін білім алушы Smart Arsu арқылы өзі өтініш береді. Мұнда қажетті тетіктер бар. Содан кейін ол өтініш берген соң, бұл Bittrex-ке бизнес процесс ретінде кафедра меңгерушісіне, жауапты құрылым басшысына және әдіскерге түседі. Содан кейін бәрі қол қойып растағаннан кейін, мұнда Smart Arsu мобильдік қосымшасына негізгі мына терезе арқылы негізгі өтініш расталып келеді. Өтінішті осы Smart Arsu арқылы жаңағы басып шығаруға болады. Өтініш осындай түрде шығады. Осы өтініштен кейін жауапты құрылым басшысы бұйрықты құрастырады, бұйрық шығарады.
Енді тағы мүмкін біздің құрылымдық басшылар, құрылымдық бөлімше тарапынан тағы мүмкін сервистер бұлар анықтама алу. Бұл оқу орнынан анықтама, жұмыс орнынан анықтама, есептесу қағазын алу, яғни обходной дейді. Анықтама алу үшін ол жұмыскер бола ма, қызметкер бола ма, студент бола ма, ол Smart Arsu мобильді қосымшасы арқылы мына справка с места работы деген тетікті басады. Мұнан автоматты түрде справка құралып шығарады. Ал енді есептесу қағазын алу үшін де осы мобильдік приложение қосымша арқылы жасалынады. Бұл егер өтініш берсе есептесу қағазын алуға, онда ол мына төменде көрсетілген, мына суретте көрсетілген, мысалы құрылымдық басшыларға барады. Ол құрылымдық басшыларда, мысалы, білім алушы өзі мобильдік қосымшасынан көріп тұрады. Ол құрылымдық басшысы растады ма, растаған жоқ па? Ал құрылымдық басшысы ол Smart Arsu мобильдік қосымшасы арқылы өзі статус арқылы утвердить или отклонить деген тетіктерді басады. Мысалы, жазда біз осы есептесу қағазын осы жолмен жасадық. Мұнда мысалы өзіміздің магистратура бойынша утвердить, отклонить басу үшін, мысалы, біз өзіміз қарадық. Ол база студенческих работ жұмыс салынды ма, салынған жоқ па? Science S Arsu Людмила Николаевна алдында осы база туралы айтып кеткен. Автоматты түрде мен соның фамилиясын теремін. Жұмысы тұрса, жұмысын еще тексеріп шығамыз. Жұмысы талаптарға сай орындалған ба, орындалмаған ба? Мысалы, қараймын, резюме бар ма, әдебиеттер тізімі талаптарға сай орындалмаған ба? Егер талаптарға сай орындалмаған болса, Science S Arsu бағдарламасында ошибка деген тетікті басып, жұмысты қайтарып жібереміз. Ал егер бәрі дұрыс болса, онда мен обходнойды есептесу қағазын утвердить етіп, ары қарай уже білім алушыда мынандай жасыл галочкалар пайда болады. Артынан барлық құрылым басшылар растаған соң, осындай түрде есептесу қағазы шығады. Әбден осы есептесу қағазын алып келген соң ғана біз оған дипломын бергенбіз. Енді келесі бұл бізде дипломдар, сертификаттарды тексеру. Бірінші сертификат ол жазда алып келгенде грантқа түскен сертификатын біз Certificate Test Center KZ сайт арқылы тексереміз. IELTS сертификатын біз IELTS Ocals or UK сайт арқылы тексереміз. Мұнда біз былтыр осы сайтқа университет тарапынан өтініш беріп, осы сайтқа тіркелгенбіз. Осы сайтта бізде өзіміздің кабинетіміз бар. Өзіміздің кабинетімізге кіріп, қазір көрсетіледі, біз сертификаттың дұрыстығын растаймыз. Енді Duolingo, жазда бізде Duolingo сертификаттары өте көп болды. Duolingo сертификаттардың бір жақсысы, олар білім алушы бізге оқуға түсерде Duolingo сертификатын өзінің сканерленген вариантын береді, сонымен қатар ол бізге электронды ссылкасын береді. Сол электронды ссылкасын біз интернетке енгізгенде, автоматты түрде бізде интернетте Duolingo сайтында расталған осындай бүкіл параметрлері шығады. Қазір біз осы сайттар арқылы көрсетеміз. Мына сайтта бізде негізгі сертификаттар тексеріледі. Мына жерге біз ИИН, ИКТ немесе сертификаттың номерін енгізсек, автоматты түрде сертификат шығарады. Ол бізде 1-2 ай ғана жаңағы белсенді болып тұрады. Жазда біз оқуға қабылдағанда конкурс Test Center KZ сайт арқылы қабылдадық. Қазірде ол не активный болып тұр, ол август-сентябрь айларында активный болды. Сол уақытта ғана ол активный болады. Енді мына IELTS, мысалы, өзіміздің кабинетімізге кіреміз. Негізі активный. Қазір. Шатырым.
Так, осы кабинетке кіргенде бізде өзіміздің университетіміздің негізгі өзінің жеке кабинеті шығады. Сосын жеке кабинеті шыққаннан кейін өкінішке орай интернет қазір бізді кіргізу керек. Жаңа сертификаттың номерін енгізетін поле шығады. Сол полеға біз негізгі сертификаттың номерін енгізсек, расталады. Міне бізде шықты, міне жазылып тұр. Улица Братьев Жубанов, 263, телефон, барлығы жазылған, біз өтініш жібергенбіз. Енді запрос ТРФ-қа барғанда, мына жерге, осы полеға біз сертификаттың номерін енгіземіз. Алдын ала копировать етіп қойдық и verify. Мынау бізде растайды. Міне расталыпты, мынау бізде жазда оқуға түскен докторант. Мысалы, барлығын растаймыз, оның уровень, қай кезде тапсырды, қай организация арқылы тапсырды, осы сайт арқылы барлығын растаймыз. Так, енді келесі біз Turnitin туралы айтып кетсек, негізгі Turnitin бұл антиплагиатқа тексерілетін бағдарлама. Осы жылы біздің университет осы Turnitin бағдарламасын алып, барлық жаңа дипломдық жұмыстар, магистерский диссертация, докторлық диссертация осы бағдарлама арқылы тексерілетін болды. Бұл бағдарлама арқылы жазбаша жұмыстар, әртүрлі есептер, педагогикалық практика есептері, жаңағы зерттеу практика есептері қабылданатын болады. Бітіруші жұмыстар, оқу құралдары, мақалалар, біздің университеттің хабаршысына мақалалар, тағы басқа конференцияларға қабылданатын мақалалар, сонымен қатар монографиялар, ғылыми жобалар. Бұл жүйе арқылы тек қана түп нұсқалықты тексеру ғана мүмкін емес, бағалау мүмкін, және кері байланыс. Мысалы, қазір біз Turnitin жұмыс жасауын көрсетеміз. Мұнда бізде, мынау бізде Turnitinға кіреміз. Мынау жеке кабинет. Қазіргі таңда бізде оқытушылардың 70% осы Turnitinге тіркелген. Осы Turnitinге тіркелу үшін бізде мониторинг бөліміне барып, оқытушылар өздері тіркелмегендер болса, әлі сол бөлімге барып тіркеледі. Мұнда не мүмкін? Мұнда мысалы көріп тұрсыздар, менде әртүрлі класстар сақталған. Мен осы Turnitinде мысалы хабаршысының редакторы ретінде Вестник деген топ ашып қойдым. Мысалы өзімнің бакалавриатта сабақ беретін студенттеріміз үшін физика топ деген ашып қойдым. Мысалы менде 2-3 магистрантым бар, биыл қорғауға шығатын. Ол үшін научный руководитель деген класс ашып қойдым. Биыл бізде мысалы жазбаша емтихандар бар магистратурада, онда экзамен по дисциплине әртүрлі. Класс ашу үшін добавить класс тетігіне барамыз. Мысалы имя классы, опять просто экзамен дейік. Мысалы ключ для регистрации өзіміз қоямыз. Выбрать тему. Здесь можно, например, мы обычно выбираем физику, химию. Уровень студента, магистратура. Дата класса, дата начала 4 декабря. Дедлайн өзіміз қоямыз. Мысалы бізде емтихан болатын болса, мысалы бізде магистратурада емтихан 28 декабрь болатын болса, декабрьда мысалы дедлайнды мы можем поставить, мысалы 27 декабря, например. Это будет дедлайн. И сдаем класс. Мұнда классты тапсырамыз. Класс создан. Мұнда мысалы қараңыздар, бізде идентификатор классы тұр и ключ для регистрации. Бұл өте маңызды параметрлер. Себебі сіздер, мысалы, өздеріңіз тіркегіңіз келмесе, осы идентификатор классы мен ключ для регистрации сіздер студенттерге бере аласыздар. Осы идентификатор мен ключ арқылы студенттер сіздің классыңызға қосылады. Бұл үшін арнайы әдістемелік нұсқаулықтар жасалған. Жақсы, енді экзаменге кіреміз. Арғарай мұнда бізде студенты деген тұр. Осы студенты, здесь можно добавить студента вручную, но можно имя, фамилия, адрес электронной почты. Например, если это не рентабельно, потому что в классе может быть 30 студентов, тогда можно просто загрузить список студентов. Я вот сейчас выберу файл, список Excel бағдарламасында жасалады, аты,
тегі электрондық почтасы. Мысалы, мында біздер дайын тұр, мысалы, список магистрантов. И загрузить список. Осы жерде автоматты түрде уже мына студенттердің, магистранттардың тобы бізде да представить уже мына классқа қосылды. Осы классқа қосылған соң студенттерге автоматты түрде электрондық пошталарына Turnitinнен хат келеді. Осы Turnitinнің хатында ссылка бар. Сол ссылка арқылы олар біз жасақтаған классқа қосылады. Енді келесі, мысалы, мен көрсетіп жіберейін дегеніміз, мысалы, біз қазір өзіміздің классымыз, Вестник деген класс шықты, все классы. Мысалы, хабаршысы ретінде біз идентификатормен кілтті барлық мақала жариялаушы ППС-қа бердік. Екінші күні тіркелген ППС автоматты түрде оларда тексеріліп тұр. Мысалы, баяғыда біз антиплагиат болса, почтадан аламыз, жүктейміз, оны антиплагиатқа тексереміз, барлық уақытымыз кетеді. Мұнда тек мен идентификатормен ключ бердім оларға. Олар өздері тіркелді, өздері жүктеді. Менде автоматты түрде мына нәтижелер уже көрініп тұр. Жасылдар мысалы өтеді, сарылар уже өтпейді. Тап солай, қазір бізде монографияларда тап солай. Мына ғылыми департаментте де монографиялар тап осындай жолмен қабылданады және тексеріледі. Мынау қысқаша Turnitin бағдарламасы туралы. Осылай біз өзіміздің құрылымдық бөлімшелерде негізгі цифровизация туралы баяндадық. Назарларыңызға көп рахмет. Рахмет, әріптестер. Әрине құжат айналым, соның ішінде осы құжат айналымда біздің мобилді қосымшаны қолданысымыз туралы да тоқталып өтті. Яғни мобилді қосымша студенттер үшін ғана емес, магистранттар, яғни барлық білім алушы үшін, докторанттар үшін, немесе профессор оқытушылар құрамы үшін де қолжетімді екенін көрдіңіздер. Енді ары қарай жалғастырамыз. Келесі қазіргі өзекті мәселе ол бізде кітапхана мәселесі. Осы кітапхана мәселесі қандай жағдайда цифрланды? Жалпы біздің Жұбанов университетінің кітапхана жағдайы қалай деген мақсатта кітапхана қызметіндегі цифрландыру жайы туралы сөзді ғылыми кітапхана директорының цифрландыру жөніндегі орынбасары Бекарыстан мырзаға бергім келеді. Саламатсыздар ма? Құрметті профессор оқытушылар құрамы және вебинарға қатысушы қонақтар. Бүгінгі вебинарда сіздерге кітапхана қызметіндегі цифрландыру жайын таныстырып өтемін. Жалпы баршаларыңызға белгілі, әрбір сала бойынша жұмыстар қазір цифрландыру кезеңіне өтіп жатыр. Кітапханада өз кезегінде қалыс қалған жоқ. Цифрландыру бойынша бірнеше шаралар жүргізіліп жатыр. Кітапхана қорын ұйымдастыру, кітапхана қорын сақтау, сонымен қоса оқырмандарға дәл сұраныстарына байланысты қанағаттандыру, оларға ашық форумды ұйымдастыру деген сияқты электрондық үдерістерді жүзеге асыру үшін жаңа ақпараттық технологиялар енгізу бүгінгі заман талабы болып саналады. Енді өздеріңізге белгілі, біздің ғылыми кітапханамыз 5 оқу ғимаратында орналасқан, оның ішінде электрондық оқу залы 4-еу, барлығы дерлік заманауи техникамен жабдықталған, 115-тен асады, және де барлық оқу ғимараты жоғары жылдамдықты Wi-Fi желісімен қамтамасыз етілген. Сонымен қоса 2018 жылдың тамыз айынан бастап кітапхана қоры штрих-кодтан өткізу басталып кетті. Қазіргі күнге дейін штрих-кодтан өткізілген оқулықтар кітап саны 156.218-ге жетіп отыр. Жалпы кітап қорын штрих-кодтан өткізу кітап қорын ұйымдастыруға, инвентаризация жасау үшін қолайлы, қағазбастылықты азайтуға арналған. Және де 2019 жылы Optima A2 жоғары жылдамдықты сканері алынды, электрондық кітаптарды, яғни кітаптарды электрондық нұсқаға көшіру қарқынды жүріп жатыр. Қазіргі күнге дейін 3304 кітап электронды нұсқаға ауысты. Барлығы біздің электронды кітапханаға енгізіліп, қазір оқырмандардың қолданысында. Өздеріңіз көріп тұрғандай слайдта электронды оқу залдарымыз барлығы дерлік заманауи моноблоктармен, компьютерлермен жабдықталған. Ендігі кезекте ғылыми кітапханамыздың
негізгі сайты library.arsu.kz-ге тоқталсам, негізгі сайттан ғылыми кітапхана туралы барлық ақпаратты көре аласыздар. Сонымен қоса электронды кітапхана, веб-ирбис және де электрондық ресурстарды қалай қолдану керектігі, тіркелу керектігін барлығы видео нұсқаулары осы негізгі сайтымызда жүктелген. Жет сайын кітапханамызға түскен жаңа оқулықтармен толық тұрған кітапхана қорын осы жерге шығарып, жаңартылып отырады. Виртуалды сұраныстарды орындайтын Java сайт батырмасы арқылы библиографқа сұрақ қызмет жұмыс жасайды. Бұл жерде оқырмандарымыз, яғни өздерінің көкейінде жүрген сұрақтары болатын болса, осы батырма бойынша сұрақ қояды. Біздің библиограф сұрақтарына жауап беріп, дер кезінде оларға керек кітаптары, сирек кездесетін кітаптарды сұрап жатқан жағдайда электронды версияға сканерлап жіберіп отырады. Яғни кері байланыс осы Java сайт батырмасы арқылы жүзеге асады. Және де кітапхана ісін автоматтандырудағы ең негізгі бағдарламалардың бірі ол веб-ирбис бағдарламасы. Бұл 5 оқу ғимаратындағы каталогты бір жүйеге біріктіріп, интеграция жасалған. Қазіргі кезде электронды каталог базасында 130 мыңнан астам жазбалар қамтылған. Жалпы веб-ирбис бағдарламасында осы біздің кітапхана қорында барлық кітаптарды кілт сөздер арқылы авторлар бойынша болмаса кітаптың оқулықтың атауы бойынша теріп іздеп кітапхана қорында қандай кітап барын білуге болады. Негізгі веб-ирбистің бағдарламасы 4 автоматтандырылған жұмыс орны бойынша жүзеге асып жатыр. Олар комплектатор, яғни біздегі кітапхана қорындағы барлық кітаптарды осы комплектаторға біздің қызметкерлер енгізеді. Катализатор бойынша қандай кітаптар бар, оларға жылдам инвентаризация жасауға мүмкіндік береді каталогизатор. Және де оқырмандарды тіркеу, кезіндегідей қағазбастылықтан құтылу, барлығына формуляр арнап қажет емес. Қазіргі кезде оқырмандардың барлығын осы оқырмандарды тіркеу веб-ирбис бағдарламасы арқылы тіркеп жүзеге асып жатыр. Және кітап беру, ол өздеріңізге белгілі. Оқырмандар кітап алған кезде формулярдан тағы да бұл жерде құтыламыз. Оқырмандарға алған кітабын осы кітап беру арқылы тіркеп отыратын боламыз. Және электрондық кітапханаға тоқталатын болсақ, бұл электрондық кітапханада NEP-ARSU.KZ 6154 электрондық кітап енгізілген. Профессор оқытушылар құрамының еңбектермен бірге әлемдік еңбектер, ғылыми әдебиеттер жинаған электрондық кітапхана. Бұл енді қазіргі пандемия кезінде өте белсенді қолданысқа ие болып жатыр. Өзіміздің университетіміздің жеке электрондық кітапханасы десек те болады. Science S-ARSU.KZ басылымдар дерекқоры. Бұл жерге біздің студенттеріміз өзінің еңбектерін, мақалаларын салады. Сонымен қатар бұл жерде осы біздің оқырмандар, студенттеріміз, біздің профессор оқытушылар құрамының барлық мақалалары жинақталған. Тіркеу арқылы осы жердегі университетіміздің профессор оқытушылар құрамының мақалаларын көре алады, оқи алады, пайдалана алады. Келесі кезекте университетіміздің жарқын қосымша бағдарламаларының бірі ол Smart Arsu мобильді қосымшасы. Ғылыми кітапханада электрондық кітапхананы енгізді. Қазір қолданыста 6154 электрондық оқулық бар. Бұл электрондық кітапханада іздеу мәзірі, сонымен қатар оқулықты жақындату, алыстату мәзірі енгізілген. Авторлық құқық қорғалған, яғни жүктеу деген мәзір жоқ, барлық авторлық құқық сақталған. Сонымен қоса Smart Arsu мобильді қосымшасында онлайн қызметтер түрлері енгізілген, яғни шығу парағын толтыру, қарыз кітаптар тізімін қарау. Бүгінге дейін шығу парағын толтыру бойынша 3386 оқырманға шығу парағын толтыру бойынша онлайн қызмет көрсетілді. Енді Smart Arsu мобильді қосымшасы бұнымен тоқтап қалмайды, әрмен қарай дамыта түсеміз. Алдағы уақытта кітапқа алдын ала тапсырыс беру, кітап мерзімін онлайн ұзарту, кітапхана қорындағы кітаптың бар жоғын анықтау деген сияқты онлайн қызметтер түрін енгізгелі жатырмыз, жоспарда бар. Және де
біздің білім бағдарламалары бойынша толыққанды электрондық ресурстармен қамтамасыз етілген эпиграф, РМЭП, ғылыми техникалық кітапхана. Бұл электрондық ресурстардың барлығына қалай тіркелу жолдары, қалай пайдалану жолдары біздің library.rs.kz сайтында жүктелген, және де университетіміздің негізгі YouTube арнасында видео нұсқауда жүктеліп, оқырмандар қазір қарап сол арқылы пайдаланып жатыр. Әрмен қарай жалғастырып өтірейік, біздің ғылыми кітапханамыздың цифрландыру бағыты бойынша да, және де рухани жаңғыру, оқу залдарын жаңғыру бойынша да дамып жатыр. Кеше ғана білім және ғылым министрі ұсынған жол картасы бойынша кітапханаларымызды тек қана цифрландырумен, сонымен қоса оқырмандарға қолайлы заманауи оқу залдарын ашуды талап етті. Біздің университетіміз осы талаптарға сай десем артық айтпаймын. Кеше ғана қолжетімді оқу залы ашылды. Бұл оқу залының негізгі мақсаты оқырмандарға ашық формен қамтамасыз ету. Көздеген мақсатына жетті деп ойлаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші қабатында электрондық кітапханамыз және оқулықтарымыз болса, екінші қабатында біздің оқырмандарға арналған коворкинг орталығы орналасқан. Бұл жерде шығармашылықпен айналысады, болмаса демалып оқырмандарымыз тынығуға арналған жер. Жалпы осындай кітапханамыз заманауи дамып жатқан кезде біздің де осы оқырмандарымыз, студенттеріміздің арасынан осы жерде келіп білім нәрімен сусындап, болашақта университетіміздің атын халықаралық дәрежеде шығаратын бір үлкен жобалар пайда болады деген сеніміміз бар. Енді әрмен қарай жалғастырсақ, кітапханамыздың дамытуына келетін болсақ, қазіргі әлемде кітапхана ісін автоматтандыру бойынша РФИ технологиясы өте қарқынды дамып келе жатыр. Бізде қалыс қалған жоқпыз. Алдағы жылға РФИ технологиясы бойынша үлкен жұмыстар жүргізгелі жатырмыз. Жоспарда бар. Негізгі РФИ технологиясы 3 компоненттен тұрады. Ол РФИ чип, ұрлыққа қарсы қақпалар, кітап беру станциялары. Яғни кітапқа РФИ чип орналастырылады, және де оқырман осы кітапты алып, кітап беру станциясына келіп, тіркейді және ұрлық қақпасынан өтіп, әрмен қарай жүре береді. Яғни барлығы автоматтандырылған. Егерде кітап беру станциясынан өткізбесе, ұрлыққа қарсы қақпалар белгілі бір сигнал беріп, осы кітапты сыртқа шығармауға үлкен мүмкіндік туғызады. Яғни РФИ технологиясының енгізудің маңыздылығын атап өтетін болсақ, кітаптарды идентификациялау арқылы оқырманның рұқсатсыз алып кетуінен қорғау функциясы жүзеге асады. Сонымен қатар кітапхана қызметкерлерінің көмегінсіз ақ оқырмандардың өзіне қызмет ету станциясы арқылы кітап алу мүмкіндігі болады. Қордағы кітаптардың бар жоғын түгендеу үшін инвентаризациясын тез жүргізуге болады. Жалпы кітапханамыздың цифрландыру бойынша жай-күйі осындай. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Бекарыстан. Міне біз енді кітапхана қорын қандай деңгейде екенмен танысып өттіңіздер. Қазір ойларыңыздағы сұрақтарыңыз болса, міне бір әріптесіміз қалды. Сол әріптесімізден кейін қордаланған сұрақтарыңыз болатын болса, қоюға болады. Жалпы біздің Жұбанов университеті IT инфраструктураның дамуын ең алғашқы жолға қояды. Яғни IT инфраструктуралар, IT құрылымдар, IT зертханалар, лабораториялар, бұның дамуы біздегі өзекті мәселелердің бірі. Біздің Жұбанов университетінде технология, инновациялар технопаркі орналасқан. Ол технопаркке виртуалды көрмелер әлеуметтік желілерде жүріп жатыр. Сондықтан да мен қазір хочу предоставить слово директору департамента информационной технологии Олегу Геннадьевичу, IT-инфраструктура университета и ее развитие. Пожалуйста, Олег. Здравствуйте, уважаемые коллеги, гости, кто посетил наш вебинар. Хотелось бы начать с огромной работы, которая была начата в этом году. Запустилась. Раньше в университете была каскадная система локальной сети. То есть при отключении, вот как видно на рисунке, отключение одного из устройств, которое передает интернет, а остальные все, получается, у всех пропадал интернет. В этом году за счет того, что сделана работа по модернизации локальной сети, мы провели вот такую
Ну, все видели, допустим, ящики, которые установлены были на каждом этаже. Теперь при отключении одного устройства пропадает только этаж, и системный администратор это все видит. За счет этого можно было развернуть маршрутизацию и как бы упорядочить всю работу, чтобы стабильно работал интернет, корпоративная почта. Также в этом году за счет, опять-таки, этой модернизации сети удалось запустить корпус на Тургенева, исторический факультет полностью Wi-Fi оснастить. Общежитие Жастары. Потом в центре обслуживания студентов мы установили принтер. Ну, их всего 9 штук по всему университету установлено. Это называется коридорная печать. То есть сейчас идет развитие, регистрация базы. В дальнейшем это будет так, что каждый преподаватель, сотрудник со своего компьютера отправляет на печать, подходит к этому принтеру большому, они будут располагаться, ну, они расположены сейчас в университете, набирает свой пин-код, у него выходит список задач, которые можно распечатать, и он распечатывает. Ну, то есть, находясь на Алтенсарина в корпусе там, номер 6, можно приехать в корпус на Тургенева и распечатать то, что тебе нужно. Это все называется коридорная печать. А также в этом году было открытие IT-кабинетов именно в технопарке для разработчиков, для программистов, которые... Это очень серьезные моноблоки были приобретены. На них современные программы можно будет разрабатывать и как бы заниматься этим. Также в техническом факультете были куплены лаборатории с виртуальными тренажерами. Хотелось бы про одну рассказать. Там получается ситуация такая, что каждый студент на руки одевает 2 пульта, VR-очки и полностью виртуальная реальность цеха рудоподготовки. Ну, то есть там начинается так, что студент заходит, прям одевает спецодежду, дальше продолжение. Очень интересно, я думаю, для студентов будет это прям очень хорошо. Так, студия записи видеолекций. В этом году это стало очень актуально, потому что на YouTube-каналах это все записи выкладывались. Очень хорошо, очень удобно, с зеленым фоном, с отличной шумопоглощаемостью. Можно было записывать все и выкладывать на YouTube-канале. Ситуационный центр. В этом году при проведении ЕНТ нами был создан YouTube-канал специально, в котором в прямом эфире каждый родитель мог зайти, посмотреть конкретную аудиторию, как кто сдает экзамены и все остальное. Также вы знаете уже, что камеры, больше 500, аудитории, общежития, все это можно наблюдать, деканы смотрят за своими, за чужими, как бы все это. Также в этом году мы запустили пожарную сигнализацию всех корпусов, она тоже сводится в ситуационный центр. Можно контролировать, видеть, это очень удобно. Также на вахте, в главном корпусе мы установили такую же программу, и вахта главного корпуса, получается, видит, где сработала сигнализация, в каком корпусе, удаленно, все это могут просматривать. Тоже очень удобно. STEM-лаборатория, это вот зарегистрированный бренд STEM, с VR-очками, это больше для факультета естествознания, там программы, получается, они это все использовали. Вот как бы все на этот год, то, что мы успели сделать. Планировалось, конечно, что еще успеем оснастить еще Wi-Fi побольше, но частично успели сделать, частично как бы не успели. Ну, не по нашей вине поставщики подводят с поставкой оборудования. Хорошо, спасибо, Олег Геннадьевич. Спасибо, Олег Геннадьевич. Мне құрметті әріптестер, біздер бүгінгі жоспарланған баяндамаларымызды бітірдік. Енді өздеріңіздің осы әріптестерге сұрақтарыңыз болатын болса, пікір білдірейін деушілер болатын болса, мен тағы да айтып кетейін. Біздің арамызда өзіміздің Жұбанов университетіндегі әріптестерімізбен қатар республиканың жоғары оқу орнында әріптестеріміз қатысып отыр. Сондықтан да айтатын ойларыңыз болса, микрофон сіздерде. Қайырлы күн, әріптестер. Қайырлы күн, Алтыншаш оқуына. Саламатсыз. Аты жөнім. Даусым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұрсыз. Букашева Манарголь. Екі организацияны представляю. Национальный университет имени Гумилева, кафедра информационной системы, и Национальная академия образования имени Алтынсарина.
сіздердің мынау жобаларыңыз смарт арсу, мен интернеттен қарадым өткенде запись, бүгін қатыстым мінекей бастан аяқ. Үлкен жоба екен, өте қызықты жоба екен. Енді цифрландыру мынау, ол заманның талабы, ол барлығына керек. Сіздердің университеттеріңіздің жасап жатқан үлкен жұмысы бар екенін сіздер бүгін көріп отырмын. Менің өзіме де өте қызықты болды. Сондай технический обеспечение деп айтады ғой, өте жоғары деңгейде екен. Последний вот этот докладчик, он рассказывал, что у вас есть кабинеты, которые уже для технических специальностей обеспечены такими виртуальными тренажерами. Есть кабинет, который уже для естественно-научного направления, который показывает в виртуальном режиме лаборатории и все вот эти исследования, я думаю. Да. Енді бұндай мықты нәрселерді оқу процесінде қолдану, ол үлкен жетістіктерге жеткізеді деп ойлаймын. Кітапхана туралы тыңдадым. Тағы да жаңағы тәрбие жұмысында да өте көп цифрландыруда ілгерілеушіліктер бар екен. Жалпы менің пікірім, бұл жобаны тек өздеріңізде ғана талқыламай, республикалық деңгейге де шығару керек сияқты. Өйткені бұл барлық университеттер үшін өте маңызды. Жалпы қарап отырсам, енді сіздерде вертикальном направлении и горизонтальном направлении. Әрине, оқу процесінде пайдалану керек, ғылымда пайдалану керек, кітапханада пайдалану керек. Және менің ұсынысым бар, оны вертикальный. Енді сіздер сырттағы организациялармен, мысалы мектептермен пайдалансаңыздар осы цифрландыруды, техникалық кәсіптік білім беретін типо деп айтамыз, сол организациялармен байланыстырсаңыздар деген сияқты. Сонда сіздің жобаларыңыз одан да ауқымды болады. Бірінші ұсынысым. Сосын басқа оқу орындарымен байланыстырсаңыздар, синхрон деп айтады ғой сондай. Екінші ұсынысым, жаңа кітапхана туралы айтқан кезде, тағы да басқа нәрселерді айтқан кезде сондай ой келеді. Мүмкіндігі шектеулі адамдар бар. Ол ұстаздардың арасында да болуы мүмкін, ол студенттердің арасында да болуы мүмкін. Мысалы кітапханада соларға жағдайлар жасауға болады. Ол туралы көп нәрселерді Назарбаев университеттен алуға болады тәжірибелерді. Әртүрлі сондай құрылғылар бар, принтерлер бар, көзі көрмейтін адамдармен жұмыс істеуге арналған. Сол жағына да назар аударсаңыздар. Жобаларыңыз өте керемет. Сіздерге сәттілік тілеймін жұмыстарыңызға, барлықтарыңызға. Көптеген әріптестерімді көріп отырмын, көптеген оқушыларымды көріп отырмын. Физика-математика факультетінің осы жобада алда жүргеніне өте қуаныштымын. Рахмет. Манаргүл апай, рахмет. Бұл біздің әрі әріптесіміз, әрі біздің Жұбанов университетінің түлегі ретінде біз сіздермен мақтанамыз. Алыстан жүрсеңіз де бізге келіп осы вебинарымызға қатысып, өзіңіздің ой пікіріңізді, ұсынысыңызды білдіргеніңізге көп рахмет. Келесі әріптестер. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мен бір кішігірім тілек айтып жіберсем, мен Жетісай қаласында Сырдария университетінен хабарласып тұрмын. Осы университеттің тәрбие жұмыстары және әлеуметтік мәселелер жөнінде проректор қызметін бірнеше жыл атқардым. Есімім Нұрбек Мұратбек Анарбайұлы. Сіздердің әсіресе маған өзіме жақын болып тұрған тәрбие жұмыстары, тәрбие саласында атқарылып жатқан цифрландыру жұмысына жақсы баға бергім келеді, жақсы жолға қойылған екен. Өзім де риза болып отырмын. Сіздермен бұдан да алдын семинарлар, вебинарлар өткізіліп қарым-қатынас жасау үстіндеміз. Жұмыстарыңызда, мысалы үшін тәрбие жұмыстарында Welcome to Жұбанов, студенттік парламент, тағы смарт арсу приложениесі мәселелері бойынша жақсы жолға қойылған бірнеше жұмыстарыңыз оң нәтижелі береді. Әлі де сенімдіміз.
менің осы жерде тағы да риза болып отырғаным, мына Иманжиев Жандарбек деген сіздердің әріптестеріңіз, достарымыз, Бақытжан, тағы да басқа бірнеше әріптестерімізбен көрісіп отырмын, оған да риза болып отырмын. Осындай жақсы істеріңіз бола берсін, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздермен әлі де алдағы уақытта әріптестік қарым-қатынас жасаймыз деп сенімдімін. Жасай берейік. Құдай қаласа жұмыстарыңыз алға баса берсін. Рахмет, Нұрбек Аңғабайұлы, сіздің пікіріңізге рахмет. Әрине біз басқа да жоғары оқу орындарымен үнемі байланыстамыз, әрі ары қарай да бағыттарымызды кеңейте береміз деп ойлаймын. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса. Саламатсыздар ма? Мен Умирзакова Жанат Серікбайна, Марат Оспанов университетінен қазіргі оқытушысымын. Осы университеттің түлегімін. Жұбанов университетіне мақтанам, әрдайым байланыстамыз. Қанша жыл бұрын бітіріп кетсек те, әлі күнге дейін апайларымызға хабарласып, ақылдасып, ой пікірлерін бөлісіп, ақыл сұрап, пікір сұрап отырамыз. Бүгінгі вебинар маған өте қатты ұнады, басынан аяғына дейін қатыстым. Көп өзіме қажетті көп ақпараттарды алдым. Мен куратор ретінде тәрбие жұмысына байланысты да, жалпы онлайн түрде, яғни қашықтан оқытуға байланысты көп ақпараттарды алдым. Сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Рахмет, Жанат Сәрсенбаевна, по-моему. Серікбаевна, да, кешірерсіз. Жанат, сіз біздің түлегіміз екенсіз, көп рахмет. Біздер жалпы Мед университетпен, Ақтөбеде орналасқан Батыс Қазақстан медициналық университетімен байланыстамыз. Соның ішінде айтып кетейін, құрметті әріптестер, биылғы оқу жылында біз сіздермен бірге бірлескен білім бағдарламасы IT медицина мамандығын аштық. Қазіргі таңда 43 студентіміз алғашқы пионерлері болып қабылданды. Сондықтан көп рахмет келіп қатысқаныңызға. Келесі әріптестер, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Ашырбаева Назиля Нұрқанатовна, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара академиясының әскери психология және педагогика кафедрасының профессоры. Бүгінгі еді дөңгелек үстелма өте қызықты өтті деп ойлаймын. Әсіресе маған ұнағаны бірінші баяндамашының осы цифрлық жүйе туралы баяндамасы өте қатты ұнады. Мысалы, кураторлармен жұмыс, сонымен бірге жатақханаға орналастыру реті де түрлі сұрақтар, менің ойымша бұл цифрлық жүйе өте оңтайлы. Себебі менің айтады ғой, мына театр начинает решалки деген сияқты, осы сіздердің тәрбие жұмысының дұрыс жүйеге келтірілуі. Мен өзім 2017 жылы сіздердің шақыруларыңызбен мемлекеттік аттестациялық комиссияның төрайымы болып келдім. Психология мамандығы бойынша сол кезде проректорлармен кездестім. Сонда мысалы студенттердің, осы психология мамандығы бойынша студенттердің дайындығымен, тәрбиелігімен, олардың мысалы түрлі сайыстарға қатысқаны, белсенді қатысқаны өте ұнады. Сондықтан да біз енді әскери оқу орны болғандықтан бізде мына құпия құжаттар бар дейді. Сол үшін бізде мына цифрландыру мәселесі ол өте әлі әлсіз дамыған. Сондықтан да менің ойымша сіздерден біздің үйренетініміз мол. Сондықтан да істеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет көп, жағымды, өзіме пайдалы нәрсе алдым. Көп рахмет, пікіріңізге көп рахмет. Біз де қуаныштымыз. Біздің бүгінгі баяндамашылардың сіздердің ойларыңыздан шығатындай баяндама жасалғандарына өте қуаныштымыз. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, чатқа да жазып отыруларыңызға болады. Пікірлеріңіз болса. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен халықаралық туризм және меймандостық университетінен қатысып отырмын. Мен Түркістан қаласынан, бұл жерде халықаралық туризм және меймандостық университетінде спорт және жалпы білім беретін пәндер кафедрасы бар. Сол кафедрасының меңгерушісімін. Омаров Бақытжан Сұлтанов боламын.
PhD доктор, қауымдастырылған профессор. Мына сіздерде бүгін тәрбие бойынша жұмыстарды цифрландыру жұмыстары жақсы жолға қойылғаны көрініп тұр. Маған ұнады. Сіздерден біздің алатын бүгін қатысып, іш пыспайтындай жақсы мәліметтерді алдық. Өте жоғары деңгейде жұмыс жасалған екен сіздердің университеттеріңізде. Және сонымен қатар мен бұл университетте жаңа айтып жатыр ғой, мен студентім, түлегімін деді, мен гек болып бардым деп жатыр. Мен де бұл университетке барған былтыр жоғары оқу орындары арасындағы жазғы универсиада өтті. Осы университетте бүкіл Қазақстан бойынша Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің ұйымдастыруымен және осы университет атсалысып ашылуын және жабылуын алған болатын. Бұл университетте өте жоғары деңгейде өткізілді. Мен енді әділ әрі деп айтсақ болады. Мен енді 2009 жылдан бері 2 жылда бір болатын универсиадаға қатысып келе жатырмын. Сол жылдардан бергі әділ өткен универсиада осы университетте деп ойлаймын. Өткен мен практикамда болған. Және де өзім бардым, қатыстым әрі осы тәрбие жұмыстарымен мына сіздердегі қызметкер, біздегі менің әріптесім Иманшиев Жандарбек мырза таныстырып өткен сол кезде мен барлық университетте де осындай бар ғой деп ойлаған едім. Қазір мен енді сіздердің мына жұмыстарыңызды көріп, көзім жетіп отыр, өте жоғары деңгейде дайындалған жұмыстар, алатын мәліметтер, мағлұматтар көп екен. Рахмет сіздерге. Мына жұмыстарыңыз әрқашанда алға баса берсін. Сәттілік тілеймін барлықтарыңызға. Рахмет. Бақытжан Сұлтанұлы, бізде қуаныштымыз сіздің уақытыңызды бөліп біздің вебинарға қызығушылығыңыздың артқанына. Сізге де сәттілік тілейміз. Құрметті әріптестер, сөз өздеріңізде. Егер пікір алмасамын, айтамын деушілер болса, микрофон сіздерде. Сұрақтарыңыз болмаса, пікір білдірем деушілер болмаса, онда мен сөзді әріптесіміз Архат Қадырбекұлы сізге бергім келіп отыр. Құрметті әріптестер, сіздерге бүгінгі көп рахмет айтамын. Әсіресе мынау біздің докладчиктер бәрі әдемі, мағыналы, бәрін түсіндіріп көрсетті. Көргенде, жаңа бәрілеріңіз көріп отырғанда, енді бұл жерде цифровизация деген Жұбанов университетінің үлкен орынға қойылды. Ол бірінші негізгі мақсаты өзі процестерді жеңілдетіп қана қоймай, білім алушылармен соларға қолайлы білім жаңағы услуга дейтін, мысалы жаңағы қызмет түрлерін қабылдау, сол жағынан көп жұмыстар жасалды. Ол үшін ең бірінші біз бірге осылай әріптес болып бірге жұмыс жасағанның жетістігі деп білем. Өйткені бұл жерде біз IT компания ретінде, сіздер жоғары оқу орны ретінде бірігіп, сіздердің бүкіл процестеріңізді бізге түсіндіріп, соның арқасында осындай үлкен жұмыстар жүргізілді. Жаңа көріп отырған әріптестердің бәрі айтып жатыр сол туралы. Оған біз қуаныштымыз. Екіншіден айта кететін, біздің әлде алдағы дамитын бағыттарымыз көп. Жаңа өздеріңіз көргендей, бізде негізінен бір бағытта жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Жатақханаға орналасу жүйесі болсын, жатақхана, жаңағы кітапхана болсын. Тағы айта кететін, мысалы, кітапханада да келген студенттердің базасын бір дегенде, мысалы, студент университетке келгенде, сразу кітапхананың ішінде оқырман ретінде тіркеліп тұрады. Ол деген сөз бүкіл базаны бір-бірімен интеграция жасап, сол жұмыстың жетістігі қазіргі осы жетіп отырғанымыз. Тәрбие жөні бойынша да жаңа көрсетілген жұмыстар бар. Осының бәрі жан-жақты жұмыс жасалып жату үшін біз біріншіден бір интеграциялық жұмыстарды өте сәтті жүргізіп жатырмыз. Одан кейін екінші, енді бұл әрі қарай дамиды деп жатырмыз. Жаңағы ғылым саласында оқыту процестері бойынша, сондай-ақ барлық жағынан, мысалы, келген студент
или оқытушы университетке келгеннен бастап осы өзінің смарт арсу қосымшасын скачать етсе, ол деген өзінің фишкасы дейді ғой, қазіргі осы университеттің фишкасы болып қалады. Одан кіргеннен бастап, университетке здания кіргеннен бастап, скут дейді, жаңағы турникеттен қалай сол жерден студенттің кім екенін біліп, турникетті ашып, содан кіріп, ішіндегі кітапхана, жатақхана, столовый, жаңағы бүкіл асханадағы даже менюге байланысты сол жерде ақпарат шығып, сол жерден өзі заказ беріп, оплата жасап, бүкіл экзаменді сол арқылы тапсырып, сондай біз үлкен бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Соның енді әзірге біз енді бір 50-60%-ына келген шығармыз. Әлі де жасайтын жұмыстар көп. Сіздермен бірігіп соның бәріне жетеміз деп ойлаймын. Өйткені әрбір алғаш келгендегідей емес, әрбір салада цифрландыру туралы уже жоспар бар. Сол бойынша бағыт бар. Жаңағы студенттердің тәрбие жөнесі бойынша да үлкен жұмыстар, оның бәрі ойластырып ары қарай дамиды. Кез келген ата-аналарды қосқымыз келеді. Ата-аналар отырып үйден уже балалардың, студенттердің балаларының жаңағы сабақ жоспарын, бағасын, қай жерде жүргенін, даже жатақханада болмай кірмей қалса, қай уақытта болмаған туралы ақпараттың бәрі келетіндей. Оның бәрі үлкен жоба. Сол жобаны сіздермен бірлесіп, осындай үлкен жетістіктермен жеткіземіз деп ойлаймыз. Бұл жаңа айтып жатқандай Қазақстан бойынша да үлкен жоба болып табылады. Оны үлкен министрліктерде бәрінде көрсетіп жүрміз. Оны басқа шетелден де қызығушылықтар танытып жатқандар бар. Соны Жұбанов университетіне көп-көп рахмет. Осындай үлкен жобаны бірігіп жасағанымыз үшін сіздерге тек қана табыс тілеймін. Ары қарай жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Көп рахмет. Рахмет, Ахат Кадырбекович. Енді жалпы цифрландыру негізгі қазіргі заман талабы деп айтып кеттік. Енді цифрландыруға келетін осындай деңгейдегі келу үшін бізге оңай болған жоқ, әрине. Бірнеше жұмыстар жасады, бірнеше бағыттарда жұмыстар жасадық. Оның барлығы да біздің коллективіміздің бірге жұмыс істей білуінде деп ойлаймын. Сондықтан жалпы бізде бірнеше ары қарай осы Смарт Жұбанов университетінің жобасының дамуында алда бірнеше жоспарларымыз бар. Міне осы жоспарларымызбен жаңа біздің басқа жоғары оқу орнынан әріптестеріміздің пікірі бойынша, әрине біз жайлап мектептермен, жаңағы колледждермен, осылар байланысамыз, себебі бізде қазір материалды техникалық база бар. Жалпы біздің мақсатымыз істем білім беруді осы Ақтөбе облысы бойынша дамытқымыз келеді. Кеше өздеріңіз әлеуметтік желіден көріп жатсыздар, туризм бағытында да бірнеше жұмыстар жасалынып жатыр. Сондықтан біз цифрландыру жұмысын ары қарай жүргізе береміз. Тағы да пікір білдіремін деушілер болса, айтам деушілер болса, содан кейін вебинарды қорытындылағымыз келіп отыр, құрметті әріптестер. Қосам деушілеріңіз болса. Олай болса, міне осы цифрландыру апталығы бір аптаға жоспарланды. Бір аптаның ішінде біздер бірнеше бағыттарда жұмыстар атқардық. Яғни оның бір негізгі осы жұмысымыз осы вебинар, 2 күндік вебинар ұйымдастырылды. Бұнда барлық бағытты қамтуға тырыстық. Енді біздің жоспарымыз бойынша цифрлық маркетинг болатын. Ол кісінің денсаулығына қарай цифрлық маркетингтің элементтерін жаңа Қарлығаш Тұратайқызы өзінің докладында айтып кетті. Сондықтан барлық жоспар бойынша жоспарланған жұмыстар, әртүрлі дөңгелек үстелдеріміз, кураторлық сағаттарымыз, осының барлығы осы бір апта бойы IT лекториялар ұйымдастырылды, IT көрмелер ұйымдастырылды. Сондықтан да біраз шаруаны жасады, құрметті әріптестер. Осы вебинарға қатысушыларға көп рахмет айтамын. Уақыттарыңызды бөліп келіп өз пікірлеріңізді білдіріп жатқан басқа жоғары оқу орнының әріптестеріне де көп рахметімді айтып, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рұқсат болса, сұрақтарыңыз болмаса, онда қорытындымыз жасап, онда вебинарды аяқтауға рұқсат етсеңіздер. Сау болыңыздар бәріңізге. Рахмет. Рахмет онда барлықтарыңызға. Келесі рахмет әріптестер. Жақсы, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыздар. Жетір. Рахмет барлығыңызға. Рахмет алтынша жұлдыз. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Молодцы, рахмет, сау болыңыздар. Рахмет барлығыңызға. Спасибо, до свидания, все было здорово. Спасибо. Совершите исключение. Микрофон вышел.